Сәлеметсіздер ме оқушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге керемет жаттығулар тізбегін көрсетпекшімін. Адам миы негізінен екі бөліктен тұрады, оң жақ бөлік және сол жақ бөлігі. Ол екі бөлік екі түрлі қызмет атқарады. Балалар, адам миын негізінен үнемі жаттықтырып отыру керек. Не үшін десеңіздер, онда адам денсаулығын біз әрдайым жаттықтырып, шынықтырып отырсақ, адам миында дәл солай жаттықтырып, шынықтырып отыру керек. Сол кезде ол жақсы нәтиже береді. Ал ол үшін бізге әрине көмекке нейрогимнастикалық жаттығулар келеді. Бүгін сол нейрогимнастикалық жаттығулардың бірнеше түрін сіздер үшін таңдап алдым. Олай болса, біздің бірінші нейрогимнастикалық жаттығуымыз түлкі және қоян деп аталады. Оң қолымызды түлкі ретінде, сол қолымызды қоян ретінде пайдаланамыз. Және осыны алма-кезек алмастырып отырамыз. Түлкі, қоян. Келесі. Түлкі, қоян. Түлкі, қоян. Түлкі, қоян. Жаттығуды сәл қиындату үшін шапалақ арқылы орындауға болады. Түлкі, қоян. Қоян, түлкі. Мінекей. Осы жаттығуды күніне 10 рет шапшаң түрде орындасаңыз, жақсы нәтиже беретіні анық. Келесі бізде екінші жаттығу ол балға мен шеге деп аталады. Яғни оң қолымызды балға ретінде, сол қолымызды шеге ретінде пайдаланамыз. Және осыны алма-кезек алмастырып отырамыз. Яғни 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Жарайсыздар. Осы жаттығуды да күніне 10 рет шапшаң түрде жасасаңыздар болады. Келесі жаттығу бізде супер шынашақ деп аталады. Бұл жаттығуға бізге оң қолымыз супер белгісін көрсетсе, сол қолымызда шынашақты көтереміз. Яғни осы екеуін алма-кезек алмастырып отырып жасаймыз. Так, супер шынашақ, супер шынашақ, супер шынашақ, супер шынашақ. Бұл жаттығуды қиындату үшін шапалақ арқылы орындау керек. Супер шынашақ, супер, 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 супер. Жарайсыздар. Келесі жаттығу бізде мұрын және құлақтың көмегі арқылы жасалады. Ол үшін оң қолымызды мұрынға, сол қолымызды құлаққа тигіземіз. Яғни осы жаттығуды алма-кезек алмастырып отырамыз. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Мінекей балалар, осы жаттығуды күніне 10 рет орындасаңыз, сіздің математикалық ойлау, логикалық ойлау және шығармашылық ойлау әрине жақсы дамитын болады. Және сонымен қатар балалар, есте сақтау қабілеті де өте жақсы дамиды. Енді бізге қазір кезекте соңғы жаттығуды ұсынамын. Яғни екі қолымызды өзімізге қаратып қоямыз. Және де бас бармақ және шынашақты оңға алмастырамыз. Бас бармақ және шынашақты солға. Осылай алма-кезек жасап отырамыз. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Жарайсыздар. Бұл жаттығулар сіздерге өте қарапайым болуы мүмкін. Бірақ та бұны күнделікті жасап отыруларыңызға кеңес беремін. Сол кезде сіздердің есте сақтау қабілеттеріңіз өте жақсы дамып, сабақты да жақсы түсінесіздер деген ойдамын. Ал сіздерге сәттілік, келесі кездескенше сау болыңыздар.